Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен Айнұр. Бүгін сіздерге өте дәмді және өте пайдалы осындай горох сорпасын дайындап көрсететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен горохты тазалап аламыз, одан соң ыстық суға бұқтырып қоямыз. Себебі ол ұзақ пісетіндіктен біз ыстық суға бұқтырып қоюымыз қажет. Бір қозғап жібереміз және де бетін жауып қоямыз. Және де етімізді, барлық көкөністерді біз турап аламыз. Мен тезірек пісуі үшін осындай жіңішке етіп, жұқалау етіп турап шықтым. Етімізді, сәбіз, пияз, картошкамызды турап аламыз. Және де мен қатырылған болгар бұрышын қостым. Қазанымызға майымызды құйып, етімізді қуырып аламыз. Еттің суы тартылған соң, пиязымызды салып қуырамыз. Одан соң сәбізімізді саламыз. Және де томатная паста саламыз, бірақ менде болмағандықтан мен сесебелі қостым. Және де қатырылған болгар бұрышын қосамыз. Картошкамызды қосамыз. Және де горохымызды саламыз. Бір араластырып жіберіп, суымызды құямыз. Дәміне қарай тұз, кез келген приправа қоссаңыздар да болады. Және де бір қайнаған соң бетін жауып пісіреміз. Біздің горох сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте пайдалы. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.